Армысыздар, эфирде Қорғаныс министрлігінің онлайн брифингі. Өткен аптаның негізгі оқиғаларына тоқталып өтейік. Қорғаныс министрлігі өткен аптада үш нормативтік құқықтық акт дайындады. Қорғаныс министрінің блогына 6 өтініш келіп түсті. Әдеттегідей заң департаментінің кол орталығына азаматтарды толғандыратын негізгі мәселелер бойынша 8 қоңырау соғылды. Олар тұрғын үй мен келісімшарт негізінде әскери қызметке шақыру мәселелері. Ақпарат және коммуникациялар департаментіне журналистерден әскердің техникалық жабдықталуы мен мерзімді әскери қызметке шақыруға қатысты 9 хат келіп түсті. Кезекті аппарат кеңесінде министр әскери бөлімдер мен мекемелердің диверсияға қарсы қауіпсіздігін жетілдіруге қатысты бірқатар тапсырмалар берді. Бұл қоршаулардың қауіпсіздігі мен сенімділігін, бейнебақылау жүйелерінің жұмыс істеуін, тәуліктік нарядтың жеке құрамның жоғарғы қырағылығын қолдауды, сондай-ақ штаттан тыс орын алатын жағдайларды пысықтайтын іс жүзіндегі сабақтар мен жаттығуларды тұрақты өткізуді қамтитын шаралардың тұтас кешені. Жемқорлықты алдын алу мақсатында қолданылатын жұмыс әдістерінің ауқымы кеңейтілмек. Енді заңсыз әрекеттерді тек құқық қорғау органдары ғана емес, әскери ар-намыс алдында әріптестері де талқыға салады. Қорғаныс министрі Ақтөбе, Атырау және Маңғыстау облыстарына жұмыс сапарымен барды. Генерал-лейтенант Нұрлан Ермекбаев Ақтөбеде әуе қорғанысы күштері әскери институтындағы оқу үрдісінің ұйымдастырылуын тексеріп, бірнеше әскери базаларды аралады. Министр мерзімді әскери қызметтегі сарбаздардың тұрмыстық жағдайы мен қару-жарақ пен әскери техниканы сақтауды ұйымдастырылуымен танысты. Ұшқыштар даярлайтын оқу орнында қорғаныс ведомствосының басшысына виртуалды әуе айлақ жаңа жаттықтыру кешені таныстырылды. Атырау гарнизонының әскери бөлімдерінде ведомство басшысы Батыс өңірлік қолбасшылығындағы командалық пункт қызметінің ұйымдастырылу барысын тексерді. Гарнизонның әскери бөлімдерінде министр әскери техниканы сақтау, қызмет көрсету және пайдалану орындарын көрді. Атырау облысы қорғаныс істері жөніндегі департаментінің жинау пунктінде Нұрлан Ермекбаевқа әскерге шақыру науқанының барысы баяндалды. Қорғаныс министрі коронавирус пандемиясына байланысты санитарлық, эпидемиологиялық және шектеу шараларын жүргізуге нұсқау берді. Ақтау гарнизонында ведомство басшысы сондай-ақ алтын жебе арнайы операциялар күштерін тексерудің екінші кезеңі өтіп жатқан оқу-жаттығу полигондарын аралады. Бұл тексеру құрлық әскерлердің, әуе қорғанысы күштерінің және әскери теңіз күштерінің бөлімшелерін қамтиды. Қорғаныс министрі әсіресе материалдық техникалық қамтамасыз ету базасының, теңіз жаяу әскерлері бригадасының және авиациялық базаның қоймаларында қару-жарақ пен оқ-дәрілердің сақталуын ұйымдастыруға назар аударды. 2 сәуірде Қазақстанның әскери теңіз күштері құрылғанына 28 жыл толуын атап өтті. Бұл Каспий теңізінің қазақстандық секторында елдің әскери қауіпсіздігін, аумақтық тұтастығын, егемендігін, экономикалық мүдделерін қамтамасыз ететін әскер түрі. Ел президентінің жарлығымен 1993 жылы әскери теңіз күштері құрылды. Бүгінде әскери теңізшілер жауынгерлік дағдыны жетілдіре отырып, мемлекетіміздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолында ел мүддесін қорғауға маңызды үлес қосады. Наурыздың 26-сында Қатардағы жауынгер Нұрасыл Арызбаев әскери бөлімді өз бетімен тастап кеткен. Тараз гарнизонында орын алған оқиғаға қатысты бізге бақ өкілдері хабарласты. Олардың сұрақтарына әскери полиция бас басқармасы бастығының орынбасары полковник Бекен Шынтілеу жауап береді. Бекен Наралұлы, қош келдіңіз. Закон KZ редакциялық желілік басылымынан сұрақ. Әскери бөлімді өз бетімен тастап кеткен мерзімді қызметтегі сарбазға қатысты қолданылатын шаралар жөнінде не айтасыз? Қатардағы жауынгер Арыспаевтың әрекеттері әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 2 бабы бойынша, яғни әскери бөлімді өз бетімен дәлелді себептерсіз тастап кету және қасақана бұйрықты орындама баптары бойынша сараланды. Оның кінәсі толығымен дәлелденді. 1 сәуір күні соттың шешімімен Қатардағы жауынгер Арыспаев 20 тәулікке абақтыға қамалды. Рахмет. Келесі сұрақ Нұр KZ интернет ресурсынан. Бөлім басшылығынан біреу жазаланды ма? Бәлкім қазіргі таңда лауазымда адамды жазалау туралы шешім бар шығар. Айта кетсеңіз. Әрине, тексеру барысында бізбен болған оқиғаның барлық мән-жайлары анықталып тексерілді. Жүргізілген қызметтік тексеру қорытындысы бойынша әскери бөлімнің кінәлі лауазым тұлғалары қатаң тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Қазіргі таңда әскери бөлім басшылығымен осындай қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған шаралар ұйымдастырылды.
Келесі сұрақ Спутник желілік жаңалықтар агенттігінің сауалдары. Ол қатардағы жауынгер Арыспаевтың бөлімді өз бетімен тастап кеткен себебі неде? Оған қатысты әлімжеттік орын алды ма? Тергеу барысында қатардағы жауынгер Арыспаевтың өзі көрсеткендей, оның әскери бөлімді өз бетімен тастап кетуіне анасына деген сағыныш сезімі себеп болған. Одан басқа криминалдық сипаттағы мән-жайлар анықталған жоқ. Қатардағы жауынгер Арыспаевтың анасы бөлім басшылығына өз сұхбатында наразылығын білдіріп жатыр. Сол бейне түсірілімді көріп жіберсек. Мен балам ең момын балам. Забордың асып түсіп кет қалған, білмеймін не үшін кеткен. Уже 4-ші сутка болды, әлі жоқ, белгісіз. Ешқайсысы қимылдамай отыр. Сұхбатқа қарасты түсіндіріп берсеңіз. Қатардағы жауынгер Арыспаевтың анасының тұжырымы шындыққа жанаспайды. Себебі Арыспаевтың әскери бөлімді өз бетімен тастап кету фактісі бойынша ақпарат алынған сәттен бастап жедел түрде әскери бөлім басшылығымен және әскери полиция органдарымен оны іздестіру шаралары ұйымдастырылды. Барлығы іздестіру шараларына 5 тәулік бойы 250-ге тарта әскери қызметші, 7 әскери техника, ұшақсыз ұшу аппараты және әскери иттер қолданылды. Нәтижесінде 30 сәуір күні қатардағы жауынгер Арыспаев ұсталды. Менің ойымша, қатардағы жауынгер Арыспаевтың заңға қайшы әрекет жасауына оның еріксіздігі мен жеке тәртіпсіздігі себеп болған. Және бұл жағдайлар белгілі бір негативті салдарға соқтырды. Біріншіден, қатардағы жауынгер Арыспаевты іздестіру шараларына 5 тәулік бойы 250-ге тарта әскери қызметші жұмылдырылды. Яғни 5 тәулік бойы 250 адам өзінің негізгі міндеттерінен ауытқыды. Сонымен қатар, оның жасаған әрекеті қоғамда резонанс тудырды. Әскери бөлім басшылығының атына әрекетсіздік туралы айыптаулар тағылды. Және бұл тек қана әскери бөлімнің емес, жалпы біздің армиямыздың имиджі мен беделіне нұқсан келтірілді. Жалпы осы жағдайлардың барлығы әскери бөлімнің әскери тәртібінен бөлек, оның жауынгерлік даярлығына да кесірін тигізді. Біз үшін ең басты құндылық ол сарбаздың денсаулығы мен өмірі және қорғаныс министрлігі мен әскери қызметтің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған шаралар күнделікті қолданылуда. Мен қазіргі таңда армияда әскери қызмет етуге барлық жағдайлар жасалған деп сенімді түрде айта аламын. Болашақ отан қорғаушыны тәрбиелеу ол бірінші кезекте жанұяда және ата-аналары мен туыстарының қатысуымен басталып және қалыптасуы тиіс. Жеке тұлға ретінде қалыптасып үлгерген жас сарбазды армия қысқа мерзімнің ішінде қайта тәрбиелей алмайды. Ол тек қана оның ары қарай дамуына, мінезінің қалыптасуына және осы өмірдің осы сатысында жеке тұлға ретінде қалыптасуына көмектеседі, ықпал етеді. Сонымен қатар ата-аналар түсінуі қажет. Армия бұл бірінші кезекте ерлер ұжымы және мүмкін белгілі бір шектеулер мен өмір сүруге қолайсыз өмір салты болуы да мүмкін. Бірақ түсінуіміз керек, бірінші кезекте жарғы бар және әскери ант бар. Әрбір сарбаз өзінің қабылдаған антына берік болып, әскери қызметтің барлық қиыншылықтарына табандылықпен төзуі тиіс. Және осы сәтте, осы сатыда сарбаздың моральдық психологиялық дайындығы өте маңызды рөл атқарады. Әрбір сарбаз тек қана физикалық тұрғыда емес, сонымен қатар моральдық тұрғыда да дайын болу қажет. Және әр сарбаздың бойындағы жауапкершілік, төзімділік сияқты мінездер ол армияда емес, жанұядан бастап алу керек. Яғни олардың ата-аналарымен, туған туыстарымен олардың мінездеріне егілуі тиіс. Бекен Наралұлы, сізге сұхбатыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қазақстан әскерінде орын алған соңғы жаңалықтар туралы Қорғаныс министрлігінің сайтынан, ресми телеграм арнасынан және біздің әлеуметтік желілерден оқи аласыздар. Сау, саламат болыңыздар.